Қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Күнделікті пайдалы ақпараттарға толы каналды жоғалтып алмау үшін дәл қазір тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге біз балабақшаға ваучер келгеннен кейін, ваучерді қабылдап, балабақшадан орын алғаннан кейін ары қарай не істейміз, сол туралы ақпарат беремін. Жалпы Индиго сайтына қалай тіркелу керек, және де қалай ваучерге өтініш беру керектігі туралы видео менің каналымда бар. Осы видеоның астында қосымша сілтемесін қалдырамын. Ваучер келгеннен кейін, балабақшаны таңдағаннан кейін, өзіміздің Индиго сайтымыздағы жеке кабинеттің мәзірі деген жерді басамыз. Сол жерде ашылған жерден берілген ваучерлер дегенді таңдаймыз. Одан кейін баланы балабақшаға қабылдау деген батырманы басамыз. Бізде бірінші қадам қызметтің паспорты. Яғни осы жердегі барлық жерге белгі қойып келісім береміз, және де астыға қарай түсеміз. Астыға қарай түскен кезде біздің мобильді азаматтар базасындағы телефон номеріміз және де Edu24-тегі телефон номерімізді жазамыз. Сол жерге 4 таңбалы растау коды келеді. Растау кодын енгіземіз де ары қарай деген жазуды басамыз. Бізде екінші қадам ашылады. Бұл жерде барлық біздің деректеріміз шығып тұрады. Яғни аты жөніміз, қай жерде жұмыс істейміз, қай жерде қызмет етеміз, қандай лауазымда қызмет етеміз, телефон номеріміз, почтамыз, адресіміз, барлығы осы жерден шығады. Соның барлығын жеке-жеке тексеріп шығасыз. Тағы да ары қарай деген батырманы басамыз, үшінші қадамға өтеміз. Бұл жерде біз куәлікті түрін таңдаймыз, яғни жеке куәлік болса, оның номерін енгіземіз. Куәлікті берген органды және де оның күнін таңдаймыз. Бұл деректерді енгізіп болғаннан кейін банктік номерді сұрайды. Яғни бұл жерде карточканың номері емес, шатаспау керек. Бұл жерде 20 саннан тұратын KZ деген бізде iPhone счет бар, соны жазамыз. Қандай банк екенін таңдаймыз. Мысалға менде Каспий банк және де оның мекенжайы дейді. Кез келген Каспий банктың Астана қаласы бойынша мекенжайын енгіздім. Мысалы Сығанақ 54. Және де астында 20 таңбалы саннан тұратын KZ деп аяқталатын iPhone банктік счетты енгізіп, ары қарай деген кнопканы басамыз. Және төртінші қадам бұл біз баланың құжаттарын алдын ала дайындалып, суретке түсіріп қойған баланың 3-4 фотосын барлығын осы жерден тіркейміз. Яғни 065 форма, 052 форма, 027 форма екпе құжаттары барлығы осы жерге енгізіледі. Оларды алдын ала галереяға фотоға түсіріп дайындап қоямыз. Және кей жағдайда оның памяті көп болады да, осы жерге кішкене енгізілмей тұрады. Ол үшін не істейміз? Өзіміздің почтамызға жаңағы документтерді жібереміз де, малы дегенді таңдап, памятін азайтамыз және де галереяға қайтадан сақтап аламыз. Бесінші пункт, егерде дені сау бала болса, қажеті жоқ. Ары қарай деген кнопканы басамыз да, бесінші қадамға өтеміз. Бұл жерде біздің келісім шарт шығады. Барлығын осы жерден асықпай қарап оқып шықсаңыздар болады. Ең астына қарай түсеміз. Ең астына түскен кезде осы жерде келісім шартқа қол қою, яғни подписать договор деген батырманы басамыз. Оны басқан кезде бізді Edu24-ке қарай ауыстырады. Жеке басын растау деп сол жаққа қарай өтеміз. Edu24-ке өткеннен кейін қайтадан өзіміз Google арқылы жаңағы Индиго сайтына кіреміз. Сол кезде біздің құжаттарымызға қол қойылғаны туралы осы ақпарат шығады. Шартты мектепке дейінгі ұйымға, яғни балабақшаға жібереміз. Шартты балабақшаға жібергеннен кейін енді жаңағы тіркелген барлық құжаттарды және де баланың туу туралы куәлігінің көшірмесін алып, сол жердегі қабылдау бөлмесіне барып баланың құжаттарын өткіземіз. Сол жерде бізге өтініш береді, оны толтырамыз. Осылайша баламызды балабақшаға орналастырамыз. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет достар.